Баршаңызға қайырлы күн, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен флоттық макарон, яғни макарон по-флотски дайындайтын боламыз. Видеоның соңына дейін менімен бірге болыңыздар. Ең алдымен қызып тұрған табамызға бір ас қасық май, сұйық май құйып, оны қыздырып аламыз. Оның үстінен тартылған етімізді, менде тартылған сиыр еді, жақсылап қуырып аламыз суы тартылғанша. Бұл тағамға кез келген тартылған етті пайдалансаңыздар болады. Жылқының, тауықтың, сиырдың, өзіңізге қайсы ет ұнайды, тартылған ет ұнайды, сол етті пайдалануға болады. Тартылған етіміз осылай суы тарылып қуырылып болған соң, олардың үстінен дәмдеуіштерді қосамыз. Мен бір шай қасық тұз, кептірілген сарымсақ, балғын сарымсақты да қолдансаңыздар болады, қара бұрыш және де қызыл паприканы пайдаландым. Өзіңізге ұнайтын кез келген дәмдеуішті де қоссаңыздар болады. Дәмдеуіштерді араластырып қуырып болған соң, олардың үстінен ұсақтап туралған пиязымызды салып, пиязбен бірге тағы да қуырып аламыз. Бізде макарондар томатты және қаймақты соуста піседі. Біз ол үшін табадан бөлек орын алып, ол жерге томат пастасы мен қаймақты араластырып қуырамыз. Қаймақ менде 15%, кез келген пайыздағы қаймақты пайдалансаңыздар болады. Қаймақ болмаған жағдайда сіз қаймақтың орнына кілегей қолдансаңыз болады. Кілегей бірақ 10%-дан аспауы керек. Егер 20% болатын болса, онда сіздің тамағыңыз майлы болып кетуі мүмкін. Томат пастасы мен қаймақты көп қуырмаймыз, шамамен 1-2 минуттай ғана, және қуырып болған соң тартылған етімізбен бірге араластырамыз. Бұл тағамға кез келген көкөніс түрін пайдаланса болады. Мысалға қызанақ, болгар бұрышы, немесе картоп. Мен ұзынша етіп туралған сәбізді пайдаландым. Көкөністерімізді қосып болған соң, кішкене су құйып, қақпағын жауып, жай отта қалдырамыз. Біз макарондарымызды тұзды суда пісіретін боламыз. Кез келген макарон түрін пайдалануға болады. Мен мынандай видеода көрсетілгендей ұзынша макарондарды пайдаландым. Және де макарондарды толық пісірмейміз. 60-70% піссе сол жеткілікті.
Макарондар жартылай пісіп болған соң біз оларды бірден тартылған ет пісіп жатқан табаға саламыз. Егер сіз макарондарды толықтай 100% пісіріп, сосын барып табаға салатын болсаңыз, онда сізді макарондарыңыз езіліп кетуі мүмкін. Өйткені біздің соус бар, қаймақты томатты соус, сол соусты макарон өз бойына сіңіру керек. Және де қосымша мен тағы да паприка, қарабұрыш қостым. Бұл паприка негізінде өте дәм бермейді, ол тек түсін өзгертеді, қызғылт түс береді. Енді макарондарымыз толықтай бұқтырылып пісу үшін біз қақпақты жауып, жай отта тағы да қалдырамыз макарондар піскенше. Макарондар піскен соң біз олардың үстінен үкіштен өткізілген ірімшік қосамыз. Бұны қоспаса да болады, бірақ біздің отбасымызға осылай үкіштен өткізген ірімшік қосылған түрі ұнайды. Біздің флоттық макарон тағамымыз дайын, өте тез дайындалады, жарты сағатта дайындалады десем де болады. Дәмі өте керемет, сіздерге де жасауға кеңес беремін.